Астана қаласынан 30 шақырым жерде Шнед базасына, аңшылық базасына обзор. Кеттік достар. Міне базаға келеміз, кіре беріс. Бұл аңшылық базада 6 жатын орын бар. 6 жатын орынның өзінің ерекше бір стильмен істелген. Жүріңіздер, обзор істейміз. Қазір сіздерге бөлмелерді көрсетемін. Міне, мына бөлмеге келсек, әр бөлмеде осындай африкалық басқа жақтардың аңдардың терісі мен жасалған, және әр бөлмеде өзінің дәретханасы орналасқан. Бұл жаңағы келген қонақтарға, аңшыларға ыңғайлы болу үшін. Мысалы, мына бөлмеге келіп қарасақ, бұл бөлмеде арқар ілінген. Осындай міне жатын орын. Келесі бөлмені көрейік. Мысалы, мына бөлмеге келетін болсақ, бұл бөлменің ерекшелігі мына қабырғада 12 қасқырдың терісі тұр, ілінген. Былай қарасаңыздар, бұндай жерді мен көрмедім, шыны керек, мынандай 12 қасқырмен қабырғаға іліп қойған қасқырдың терісін. Керемет, өте андай махаббатпен істелген, өте андай бір керемет дүние болып істелген. Батыр Секеновтың жаңағы өзінің идеясымен, ол кісі жаңағы шетелдерге, аңшылық жерлерге көп барған. Сол себепті осы аңшылық базаны сондай бір өзінің ерекше стилімен істеген екен. Және бұл базада керемет бір тағы да бір плюс бір бөлме бар. Бұл жаңағы монша деп айтсақ болады. Бұл жаңағы аңнан кеткеннен кейін бір демалып, аңшылық кезде болған қызықтармен, кеткен қателіктермен бір бөлісіп отыратын керемет монша. Мұнда жаңағы парилкасы бар. Қарасаңыздар, өте керемет. Бір 10-15 адам керемет демалып қайтады осы орында. Керемет жасалған. Және біз ас үйге барамыз қазір. Ас үйді көрсетейін сіздерге. Ең кереметі Батыр Секеновтің ағамыздың осы уақытқа дейін жинаған, енді бір 10% ғана шығар трофейлер. Африка, басқа мемлекеттерден келген қаншама трофейлер. Қарап тұрсаңыздар, өте керемет. Бұндайды енді біз бұрын кинодан ғана көретінбіз. Қазір шынайы көріп жатырмыз. Қараңыздар, қаншама қабан. Мұны мен National Geographic'тан ғана көретін. Тірлік бітсе. Зебра тұр. Табанымда менің аю. Аю емессін. Міне және тағы бір аю. Тау текесі. Шыны керек бір андай бір орманның ішінде жүрген сияқты болсын, мына жерде жүрген кезде кәдімгідей. Лось, бұғы, арқар. Барлығы жаңағы бір орманда жүргендей болып сезінесің өзіңді. Және үлкен бір дастархан бар. Кеп өз достарыңызбен келіп демалсаңыз болады. Осы дастарханда барлығы жаңағы қарастырылған, демалатын жер, ас үй барлығы бар. Және не айтамыз? Және. Ал достар, осымен обзорымыз аяқталды. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Рахмет.